Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Рая, менің ПП каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қанша жесең де семіртпейтін диеталық қамырдың рецептімен бөліскім келіп тұр. Қыздар осы рецептпен тіпті бешбармақтың қамырын пельмени, вареники, манты жасауға да болады. Бұл қамырдың ерекшелігі кәдімгі ақ ұннан емес, цельнозерновой ұннан, яғни тұтас дәнді ұннан илейтін боламыз. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар, барлық құпиясымен бөлісемін. Егер салмақ тастап арықтап жүрсеңіздер, немесе дұрыс тамақтанып жүрсеңіздер, егер сізде қант диабеті болса, онда осы рецепт сізге арналады. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқа саламыз және су құямыз. Су мен жұмыртқаның екеуінің салмағы 150 грамм болуы қажет, және дәміне қарай тұз саламыз, және мен бір ас қасық жылқының майын салдым. Немесе зәйтүн майын салсаңыздар да болады. Және тұтас дәнді ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Онда бірден салмай, екі бөлікке бөліп салып, жақсылап қамыр илейміз. Қолмен илесеңіздер де болады, қасықпен илесеңіздер де болады. Мінекей қыздар, қараңыздар, нәтижесінде осындай жұмсақ қамырымыз дайын болады. Енді оны 20 минутқа июі қанғанша қоя тұрамыз. Мінекей осындай жұмсақ қамырымыз дайын болады. Екі бөлшекке бөліп аламыз да жаямыз. Қажет ингредиенттердің барлығын мөлшерін төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Осы рецептпен екі шағын көше шығады. Вареникиға, пельмениға, бір отбасыға жетеді. Егер сіз мантыға жасайтын болсаңыз, осы рецепті екіге көбейтіп жасайсыз, сонда 4 көше шығады, яғни 4 лист мантоварка шығады. Тұтас дәнді ұннан жасалған қамырдың ерекшелігі кәдімгі ақ ұнға қарағанда кішкене нәзіктеу болады, соған қарамастан жыртылмай әдемі болып жайылады. Қамырды жайған кезде аздап ұн сеуіп жайсаңыздар, жыртылмай, жабыспай, әдемі болып тез-тез жайылады. Тұтас дәнді ұннан жасалған қамыр кәдімгі ақ ұннан жасалған қамыр сияқты. Осылай егер манты пісіретін болсақ, кәдімгідей 45 минутта осылай мантоваркаға салып, будап пісіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, қараңыздар, кәдімгі ақ ұннан жасалған қамыр сияқты әп-әдемі болып шығады. Формасы еш өзгермейді, дәмі де өте дәмді болып шығады. Ет асып, бешбармақ жасаған кезде де осылай қамырымызды жайып, кесіп суға салып пісіре бересіздер. Әдемі болып, жыртылмай, әдемі болып шығады. Вареники істеген кезде де, пельмени істеген кезде де, мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай формамен кессеңіздер де, пышақпен кессеңіздер де жыртылмай, әдемі болып шығады. Осылай вареникемізді бір келкетіп түйіп аламыз да, қайнап тұрған суға салып 2-3 минут пісіріп аламыз. 2-3 минутта толығымен пісіп, жыртылмай, әп-әдемі болып шығады. Көбісіңіз маған инстаграмға, дайректке жазып жатасыздар, осындай диеталық бешбармақтың, пельменидің барлығына кете беретін қамырдың рецептін айтыңызшы деп. Өйткені біз қазақтар көбінде осындай ұннан жасалатын тағамдарды өте қатты жақсы көреміз. Мінекей қыздар, барлық құпиясымен бөлістім. Міндетті түрде ақ ұннан бас тартып, осы тұтас дәнді ұнға өтіңіздер, дәмі өте дәмді болады. Кәдімгі ақ ұннан ешқандай айырмашылығы жоқ, әрі денсаулықтарыңызға өте пайдалы. Ас болсын, сау болыңыздар.